Армысыздар, әлемді алақанынан тамашалап отырған әлеуметтік желінің ары жағындағы қымбатты көрермен, қадірлі біздің оқырмандар. Нұр-Сұлтан қаласындағы ұлттық академиялық кітапханасы карантин кезінде де халықтың рухын көтеру үшін зиялы қауым өкілдерімен, ақын жазушылармен көптеген онлайн кездесулер ұйымдастырып келе жатыр. Бүгінде сол онлайн кездесуіміздің бүгінгі қонағы Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстан Журналистер одағы сыйлығының иегері, Қазақстанның мәдениет қайраткері, ақпарат саласының үздігі, ақын, жазушы, журналист ағамыз Есенгелді Сүйінов. Аға, қош келдіңіз. Қош көрдік. Аға, енді мынау рухани ордада отырғаннан кейін сіздің бүгінгі онлайн кездесуімізді, сізбен сұхбатымызды, мынау сіздің бір кітап туралы тамаша өлеңіңіз бар еді, сонымен бастасақ. Енді кітаптың біздің қоғам өмірінде алатын орны ерекше. Біз жас кезімізден кітапқа құмар болып өстік. Мен мектепте оқып жүрген кезде алғаш рет 3-ші класста сол кітапханасына барып, сондағы алғашқы әдебиеттермен, ақын жазушылардың шығармаларымен танысқан болатын. Сол кезде басталған құштарлық әлі күнге дейін бәсеңдеген емес. Қаншама уақыт өтті, біз айтамыз, мысалы алғанда теледидар шықты, әлеуметтік желілер бар, ғаламтор бар, кітаптың ешкім оқымайды, керек қылмайды деген бір кейде бір сыңар жақ пікірлер айтылады. Бұл дұрыс емес. Кітапты әлімсақтан ерте ғасырлардан бері оқыған, одан кейін де оқыды, қазір де оқып жатыр, алдағы уақытта да оқып отырады. Сондықтан да мен ойлаймын, кітап туралы айтқан кезде көп сөз айтуға болады. Ол тасқа басылған таңбадай тұрады. Сондықтан да осы біз ұлттық академиялық кітапхананың төрінде отырған кезде кітапты әуелі содан бастағанымыз бір жағынан дұрыс та секілді деп ойлаймын. Енді мен сіздерге бір айтайын дегенім, бір осы мен ұлттық академиялық кітапханаға жиі келіп тұрамын, кездесулерге қатысамыз. Өзімнің де мен осында кездесуім өтті. Алғашқы кітаптарым шыққан кезде кітаптарым тұсаукесері болып, басқа да мәдени шаралар болып жатады. Сонда келіп жүріп, мен осы кітапханадағы, ұлттық академиялық кітапханадағы ерекше кітаптармен қолжазба көрмесі бар екен. Соның ішінде маған бір кітап ерекше назар аударды. Сөйтсе, бұл адам терісінен жасалған кітап екен. Сол 17-ші ғасырда, сол әсіресе бұл батыс Еуропа елдерінде сондай бір әдіс қолданыла бастаған екен. Енді бұл бір қарағанда тосындау секілді. Бұл адам терісінен жасалған кітапты қалай алып берген, бұнда қалай келген деп. Сол сөйтсе, оны сол 1532 жылы осында келген шетелдің журналистерінің біреуі осы Қазақстанға әкеліп тапсырған көрінеді, жібек жолы арқылы. Сол бұндай мамандардың терісінен жасалған, ол ғалымның терісінен жасалған, ол өлер алдында сондай өсиет айтып кеткен. Енді бұны қазір кейбіреулер мысалғанда айтып жатыр, бұны жарнамалаудың қажеті қанша, бұл бір түрлі ғой деп. Енді адам терісінен жасалған, бұл құлаққа бір түрпідей тиетін көрінуі мүмкін. Бірақ енді ол сирек кездесетін оқиға, бір жағынан таңданарлық, енді ондай бетін аулақ қылсын, болмай-ақ қойсын. Ал бірақ енді кітаптың жаңа ашып отырып тебіреніп, мысалғанда ақын ретінде мен өлең жазған едім. Ол жарнамалау емес, ол болған оқиға. Оны неге жазбасқа мысалған кезде жұрт білу керек. Қазір информациялық ақпараттар толқынында неше түрлі хабарларды естіп жатамыз. Бұл да адамдардың біліп жүрген ең бастысы, бұл кітаптың біздің ұлттық академиялық кітапхананың сирек кездесетін қолжазбалар қорында сақтаулы тұруы өзі бір ерекше бір құбылыс секілді. Содан бір әсер алып, мен көне кітап деген тақырыппен өлең жазып едім. Соны сіздерге оқып берейін. Кітап бар өзгешеде, кереметте, қоймайды жанарыңмен елемеске, ежелден сөз асылын әспеттеген, қазақтар құрметтеген ел емес пе? Бұл кітап құнды қымбат аса мықты, көтермес салдыр салақ қасаңдықты, ерекше көмкөрілген мұқабасы адамның терісінен жасалыпты. Кітаптың сырты көне қоңыр түсті, толқылдым қалшылдадым әсер күшті, адамның терісінен жасайтындай
соншама не болды екен зәрем ұшты, о ғалым, нен өмірде армандадың, өлерде осы болды таңдағаның, теріңді сыпырып ап кітап қаптап, қалдырды ұрпақтарға таңданамын, сыйпаймын кітап сыртын қолдарыммен, жеткізген жібек жолы жолдарымен, 500 жыл белесінен асып келген кітапты киелі деп қолдадым мен, балаймын бұл кітапты асыл затқа, сүрдім өлең қылып осы хатқа, мәңгілік сақталады жәдігердей, қалдырған мұра қылып адамзатқа, бағалы құн жетпейді аңдағаным, көтерер жүгі ауыр аңғарамын, зымырап мың жыл өтер, сақталады алтын бір бұйымындай ханзаданың. Енді бәрекелді аға. Осы кітап туралы жаңа айтып жатырмыз. Біз осы киелі шаңырақ, осы біз ұлттық академиялық кітапхананың төрінде отырып, осы кітапхана туралы, кітапхананың ұжымы туралы, осының басшылары туралы мен бір-екі ауыз сөз айтса кетсем бе деймін. Неге десеңіз, біз қазір ұлттық құндылықтарды әспеттеп, соларды дәріптеу кезінде осы ұлттық академиялық кітапхананың Нұрсұлтан қаласындағы атқарып отырған рөлі орасан зор. Ең бастысы бұл бұрын тып-тыныш бір қарағанды алғашқы пайдалануға берген кезде бір жайбыраққа тыныш жатқан оқырмандарды ғана қызмет етіп жататын бір кітапхана секілді көрінетін, қазір олай емес, бір үлкен бір ауқымды істердің атқарып жатқан бір үлкен орталығы болып кетті. Қазір енді артық айтсам мүмкін артық айтып жатқан да шығармын, бірақ артық айтқан жоқпын деп ойлаймын. Біздің республикадағы ең басты нөмірі бірінші кітапхана осы деп ойлаймын. Осы жерден қаншама игілікті істер атқарылды. Мен өз басым осында жиі келемін. Қазір мына карантинге байланысты жаңа жылдан бастап біз келмей кеттік, жабылып. Сонымен жұмыста жүргенде де, үйде жүргенде мен осы кітапхананы сағынамын. Осы кітапханаға келгенде бір жақсы бір орысша айтқанда аура, не болмаса жақсы бір орта қалыптасқан. Шығармашылық орта, ынтымақшыл ұжым. Оның басшысы біздің ең жақсы көретін адамымыз, ақын жазушылардың айнымас досы, біздің қолдаушымыз Үмітхан Дәуренбекқызы Мұңалбаева. Ол кісі педагогика ғылымдарының докторы, профессор деген атағы бар. Үлкен осындағы биік істердің басы қасында жүріп, талай солардың біз ол кісіні басынан көрдік, ақын жазушылар жанашырлық танытып бізді қолдап отырады. Біз білеміз, ол кісінің ақын жазушыларды бастап сонау Лондонға апарған, Америкаға да апарған, жаңағы мәдениет және спорт министрінің қолдауымен, сосын анау оңтүстік Кореядағы Сеул қалаларына алып барды. Бұл енді Қазақстан тарихында шын айтқан кезде бұрын болған шығар, бірақ бұл болмаған оқиға. Осыдан жазушылар үлкен шабыт алды, әсер алды, жақсы шығармалар жазды. Қазір облыстарды аралау, жазушыларды ертіп, тарихымыздың зерттеп, зерделеп, ақын жазушыларды ертіп алып, ол кісі басқа да беткеұстар, мәдениет және қоғам қайраткерлерін ертіп, осы өзінің топтың құрамына ертіп, қолдау көрсетіп отыр. Біз өзіміз басын ризамын. Осы кітапханада менің бірнеше рет кездесулерім өтті. Жазушы баспасынан Алматыда шыққан тербеген теңіз әлдейден кітабым жазушы баспасынан шыққан кезде тұсаукесердің рәсімін осында өткіздім. Оған жаңағы Үмітхан Дәуренбекқызы өзі қатысып, жылы лебізін білдіріп, құттықтау айтып, бізге оң сапар тілеп, алдағы уақытта шығармашылық табыстарға жете беруімізге игі тілегін айтты. Біз сол кісіге ризамыз. Енді талай-талай осында болып жатқан кездесулер бәрі көз алдымда. Бір қайнаған бір конвейер секілді деп айтуға болады мысалғанда. Таңертең басталған жұмыс кешкілікке дейін жүріп жатады. Мен қатысып жүрдім. Бір күнде бірнеше шаралар өтіп жатады. Сонда бүкіл ұжымды жұмылдырып, ол кісі соның басы қасында жүреді. Осындағы ұжымдағы қыздар мен жігіттер де сондай елгезек, ақкөңіл, бауырмал бізді жыл шыраймен қарсы алып, қолдау көрсетіп отырады. Сондықтан да мен осы кітапхана маған, ұлттық академиялық кітапхана маған бір екінші бір үйім секілді маған ыстық көрінеді. Мен осында келген кезде бір жүрегім елжіреп, бір тебіреніп келемін.
үмітхан дәуренбек қызын біз өзіміз бәріміз жақын жаушылар жақсы көреміз, сыйлаймыз, ол кісіні құрметтейміз. Сондықтан да мен ойлаймын, ұлттық академиялық кітапхана бүкіл осы республикадағы басқа да кітапханалар бар, облыстық, аудандық кітапханалар бар. Солардың үлгі көрсетіп, игі істерді жалғастыра береді ғой деп ойлаймын. Бәрекелді аға, енді бұл біздің басшылыққа, біздің ұжымға берген үлкен бағаңыз үшін үлкен рахмет. Қашанда мынау кітапхана деген өзі жазушы мен оқырманның арасын жалғайтын алтын көпір іспетті. Біз енді осында жүріп, осы рухани тамаша ордада жүріп, біраз жұмыстар атқарып жатсақ, сіздермен оқырмандарды байланыстыра алсақ, кітап оқуды қоғамға насихаттай алсақ, ол біздің мынау бүкіл еліміздегі үлкен руханият, үлкен теңізіне құйған бір тамшыдай еңбегіміз деп есептейміз. Бағаңызға үлкен рахмет аға. Бүгін сізбен болып жатқан онлайн сұхбатымыздың тақырыбы көркем әдебиеттің қоғам өміріндегі рөлі. Осы тақырыпқа байланысты сіз не айта аласыз? Жалпы көркем әдебиет қоғам өміріне, адам өміріне қандай ықпалы бар? Енді жаңа мен мана сөзімнің басында да айтып кеттім, көркем әдебиет деген кезде кітап біздің алдымен аузымызға сол сөз түседі. Бізді қазақта айтады ғой, кітап білім бұлағы деп. Соның ішінде жаңа көркем әдебиет, көркем әдебиеттің енді мен бүкілісіне барлығына баға беріп, мен сондай бір кесім сөз айтатын, сондай мен үлкен лауазымды адам емеспін. Менің өзімнің қатардағы азамат ретінде, жазушы ретінде жеке өзімнің пікірімді айтқым келеді. Бұл жерде басқалар бұл соншама көркем әдебиетке тұтас баға беретін соншама кім еді деп айтып ойланып та қалуы мүмкін. Бірақ енді осы тақырып осындай болғаннан кейін, бұл тақырып жақсы тақырып, бұны көп айтуға болады. Біздің көркем әдебиеттің рөлін біз ешқашан жоққа шығара алмаймыз. Қаншама ғасырлар өтсе де осы көркем әдебиеттің адам өміріне, қоғам өміріне жасап жатқан ықпалы зор. Біз сонау мектепте оқып жүрген кезімізден біз осы көркем әдебиетке құштар болып өстік. Сол көркем әдебиеттің мысалында әдебиет қой, енді қазақ әдебиеті болсын, орыс әдебиеті болсын, басқа да шет тіл әдебиеті болсын, көркем әдебиеттің адамға, адамның адам болуына, ой өрісінің кеңеюіне, жақсы мен жаманды айыруға, әділеттік пен адалдықты қолдауға тәрбиелейді, көмектеседі. Оның көзқарасын қалыптастыруға игі әсер етеді. Мысалы, қазіргі кезде мектепте оқып жүрген балалар өкінішке орай көбіне кітапты біз бұрын кезде жиі оқитынбыз. Қазірде мектептерде кітапханалар бар, бірақ сонда да болса әлі қазір біз ғаламторға, сол жаңағы мынау смартфонға қарай бейімделіп кетті. Кезінде осы Астанадағы 64-ші мектепте болған кездесуде қазақтың тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқан болатын. Балалар, сендер көбіне сол жаңағы ғаламторда көп отырасыңдар, олай болмайды. Өмірмен бетпе-бет кездесіп, кәдімгідей араласу керек. Көбірек кітап оқыңдар, көбірек адамдармен тілдесіп сұхбаттасыңдар. Кітаптың алатын орны зор деп ақыл кеңес айтқан болатын. Мен де соны қолдаймын мысалған кезде. Қазір өкінішке орай жаңа мен сөзімді айтып жатырмын, бірнеше қайтара. Біз балаларды мектеп қабырғасынан көркем әдебиетті оқуға баулуымыз керек. Көркем әдебиетті оқитын болса, ол бала болашақта жақсы, тәрбиелі, өнегелі азамат болып шығады. Біз мектеп қабырғасынан осы үрдісті қалыптастырсақ, осылай ойлаймын, біздің қоғамымызда саналы, тәрбиелі адамдар көп болады ғой. Мысалы, менде жаңа көркем әдебиетті мысалған кезде ол туралы көп сөз айтуға болады, көркем әдебиет туралы. Жаңағы біз студент кезімізде Алматыда журналистика факультетінде оқыған кезде біз Пушкин атындағы қазіргі ұлттық кітапханадан шықпайтынбыз. Сонда барып кітап оқимыз, сонда барып жаңағы сессия тапсыруға, емтихандар тапсыруға дайындалатынбыз. Онда да сирек кездесетін қолжазбалар қоры бар. Онда да бір
талай кездесулер болып, біз үлкен ақын жазушылармен сол жерде көздесіп танысқан болатынбыз. Сондықтан да сол көркем әдебиетті мен өзім жаңа мен айтып кеттім сөздің басында, осы біз бала кезімізден құштар болдық. Әлі күнге дейін мен көркем әдебиетті мен өзім оқимын. Бір жағынан жазушы ретінде, бір жағынан қарапайым мысалға оқырман ретінде. Мысалға жақсы шыққан кітаптарды оқып әсер аласың, ой өрісің кеңейеді. Жаңада мен айтып жатырмын, біздің анау қазір балалардың кей кездері ойлаймын, мысалған кезде балалар арасында кейде бір кикілжің жағдайлар болып қалады, неше түрлі жағдайлар болып қалады. Оның не әсері? Жаңағы көбіне сол жаңағы біздің ойлаймын қолдарына смартфон алып, сол не виртуальный мир дейді, енді анау ар жақтағы бір недегі ғаламтордағы бір әлеммен байланыс жасап, өздерінше сол өзінше бір әлем жасап алады. Мынандай кәдімгі жанында тіршілікпен көп араласпайды. Кітапты оқитын болса, кітаптың көркем әдебиеттің артықшылығы неде мысалған кезде? Мысалы, мен өзім ойлаймын, мысалғанда сен пойызда кетіп бара жатсың ба, ұшақпен ұшып бара жатсың ба, не болмаса автобуспен жүріп бара жатсың ба, сен қолыңа қалып кітапты алып аласың да, көркем әдебиетті оқисың. Қай уақытта бұл артықшылық сонда, тасқа басылған қай бетке келдің, сол қарындашпен белгілеп қойсың, не бүктеп қоясың, сол жерден бастап оқисың. Ал енді мысалғанда жаңағы смартфоннан, не болмаса ғаламтордан оқитын болсаң, олай оқи алмайсың. Ол не болмаса жарық свет сөніп қалуы мүмкін, жарық болмай қалуы мүмкін. Не болмайтын болса, кешке қарай оқығанда көзің бұлдырап, дұрыстап көрмеуі мүмкін. Мысалғанда біз балаларды осы біз ғаламтордан, смартфоннан сақтандыруымыз керек. Ол көз жанарына адамның, балалардың көп әсер етеді. Онда радиация бар, көп отыруға болмайды. Көп болса 1 сағат 2 сағат отыруға болады. Ал біз күні бойы балаларды соның қасына отырғызып қоямыз. Сонда ол көркем әдебиетті сонда оқыған кезде, ол сол жерден мен ойлаймын, ол жерден кітаптағы оқыдай көркем әдебиетті оқығандай әсер ала алмайды. Жаңа кітапты оқыған кезде үйде жатып та тұрып та оқисың. Мысалында мен кешкілік кейде кереуетте жатып, 1 сәт тынығып, сосын барып кітап оқып, бір рахаттанатын, ләззат алатын кездерім болатын. Сондықтан да мен ойлаймын, көркем әдебиетті біз мектептерде кеңінен енгізіп, сол қосымша факультеттік сабақтар ретінде жүргізсек деп ойлаймын. Сонда біз Қазақстанда жан-жақты саналы тәрбиелі, өнегелі адамдарды тәрбиелеп өсіреміз ғой деп ойлаймыз. Оған ең алдымен біздің облыстық, аудандық білім басқармалары, мектеп басшылары, содан кейін жаңағы мұғалімдер тікелей атсалысу керек. Дұрыс. Енді мысал, сіздердің дәуірде қоғам оқырман болды. Ал қазіргі дәуірде қоғамның барлығы көрерменге айналып кеткен сияқты. Осы көрермендерді оқырманға айналдыру үшін қазір жазушыларымыз тарапынан мынау қоғамда жаңағы оқырмандарды өзіне тарту үшін қандай бағытта жұмыс істеу керек деп ойлайсыз? Мүмкін жаңадан шығармалардың ол кісілер шығармалары жаңадан басқаша бағытпен қазіргі жалпы қоғамның сұранысына сай шығармалар жазу керек пе, жоқ әлде қоғамды сүйрейтін, алға сүйрейтін шығармалар жазу керек? Енді оны мысалғанда оқырмандар қатары бұрынғыдан қарағанда азайған шығар, жаңағы неге байланысты, озық технологиялардың кең енгізілуіне байланысты көбі жаңа айтып жатырмыз, әлеуметтік желілерде отырады, жаңа ғаламторда отырады. Бірақ дегенмен де соған қарамастан оқырмандар құдайға шүкір әлі де бар, олардың қатары сейілген жоқ. Оған жаңағы мен айтайын дегенім, бұл жерде жаңа сіздердің мен ұжымдарыңыз туралы, басшыларыңыз ұмытқан Дәуренбек қыз туралы жақсы сөздер айтып жатырмын. Сол жаңа кітап, бұл жерде кітапханалар жаңа оқырмандарды тартып, неше түрлі шаралар өткізіп, солардың қатарын көбейтудің бір тиімді жолы осы ғой деп ойлаймын. Мысалы, осы ұлттық академия кітапханада атқарылып жатқан игі шаралардан облыстардағы, аудандардағы кітапханалар үлгі алып, осы істі ары қарай жалғастырса, оқырмандардың қатары біртіндеп көбейеді. Мысалында енді жазушылар әрине оқырмандардың болғанына олар соған мүдделі. Егер шыққан кітабыңды ешкім оқымайтын болса,
ондай кітапты сосын шығарып қажеті қанша мысалы. Иә. Сондықтан да ақын жазушылар бұл іске де араласып жатыр, шама шарқынша алдағы уақытта да араласа береді ғой деп ойлаймын. Енді баяғы кезде мен осы теледидар шықты, одан кейін жаңа әлеуметтік желілер шықты. Мен мана сөздің басында да айтып кеттім. Енді айтты, бұл кітап ешкімге керек жоқ, кітапты ешкім оқымайды деп сондай бір неше түрлі пікірлер айтылған болатын. Иә. Енді мысалға да тәуелсіздік басталғаннан бері мәселен енді қаншама жыл өтті, енді біз тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына дайындалып жатырмыз. Содан бері мен ойлаймын, кітап ешқандай құн жойған жоқ, оқырмандардың қатары біртіндеп көбейіп келе жатыр, кітаптар шығып жатыр. Сондықтан да мен ойлаймын, ең бастысы біздің осы бағытымыз, осы біздің көзқарасымыз осылай жалғаса беретін болса, оқырмандардан біз айырылмаймыз. Жаңа сіз айтып жатсыз, оларды оқырмандардың қатарын көбейту үшін жазушылар басқа шығармалар жазу керек шығар деп. Жазған дұрыс шығар, бірақ оларды шетелдегідей бір сәттік бір еліктерге әкететін бір жөн жосықсыз шығармалар жазуды қажет жоқ. Ондай мүмкін қызығып талас армасып коммерциялық жолмен мүмкін табайлап кітапты алып кетуі мүмкін, ол бірақ тәлім тәрбиелік қасиеті болмай қалады ғой. Біз ең бастысы адамның бойына адамгершілік қасиеттерді қалыптастыруға, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуге, ана тілімізді білуге бағыттауымыз керек. Егер біз қазір жазушылар шығармалар жазып жатыр, енді кейін тоқтала жатармыз. Бәрі де ойлаймын, қолдарынан келгенше жазып жатыр, атсалысып жатыр. Мен мынада қол қусырып қарап отырған ақын жазушыны біздің көрген жоқпын. Бәрі де ізденіп жүр, жазып жүр. Оқырмандардың қатары ойлаймын біртіндеп көбейеді ғой деп ойлаймын. Бәрекелді. Енді жаңағы оқырмандардың қатары көбейіп жатыр дегеніңізге шынымен де сөзге дәлел. Мынау біз осы ортада істегеннен кейін біз әрқашан көріп жүреміз, осы кітапханаға қаншама жастар келіп жатыр. Әсіресе қуантарлығы, біздің кітапханаға үлкен ересек кісілерден көбі жастар көп келеді біздің кітапханаға. Түрлі кітаптар оқиды. Оның үстіне біздің осы ұлттық академиялық кітапхананың әр бөлімі өзіңіз көріп отырсыз. Бағана сөзіңіздің басында да айтып отырсыз, жастарға болсын қолайлы, жайлы орта болғаннан кейін көбінде осы жастар, осындағы Нұр Сұлтан қаласындағы университеттің жастары, мектептің барлығы осында келіп көп кітап оқитын. Енді қазір карантин кезі болған күннің өзінде де бізде онлайн форматында бізде жұмыс жасап жатырмыз, кітапханашылар. Сонда қазіргі көп кітаптар осы онлайн форматында да сұранысқа ие. Енді жалпы мынау электронды, өзіңіз енді сізге электронды кітапты қолдар ма едіңіз, жоқ әлде мынау кәдімгі қағаз кітап сізге ыңғайлы ма? Қазір енді көбі айтып жатады ғой, жоқ, электронды кітап ыңғайлы. Екеуінен оқығанда артықшылық қандай сізге? Қандай әсер береді дегенім ғой? Жоқ, мен енді сізге дейін осыған дейін айтып кеттім. Осы ғаламтордағы жаңа әлеуметтік желілердегі мысалға шығармаларды оқығаннан гөрі мысалға кәдімгі кітапты оқыған әлдеқайда артық. Менің өзімнің жеке бірім, басқалар қалай екенін білмеймін, бірақ көбі мысалға ақын жазушылардың көбі осы менің сөзімді қолдайды ғой деп ойлаймын. Неге десеңіз, жаңағы енді ол да бір керек дүние шығар, жаңағы электрондық нұсқасы. Ол сақталады, неғылады, көп жерде қолжетімді деген сияқты. Көп орында алмауы да мүмкін. Мысалы қазір үйлердің көбінде айтады, кітап сақтамайды. Мен енді Марфу апайым, қазақтың белгілі ақыны қызы Марфу Бектемір екенбіз. Енді ерлі-зайыпты адамдармыз ғой. Сол біз өмір бақи кітап жинадық. Біздің байлығымыз кітап болды. Біз енді Қостанайда тұрдық. Сонда біз кітап жинадық. Сол кітапты жазылу үшін мысалған кезде Михаил Шолоховтың кітабы бар, Борис Горбатовтың көп шығармалары бар, көп томдығы, Герценнің, Маяковскийдің, сосын жаңа қазақ жазушылардың ішінде жаңа Мұхтар Әуезов, Ілияс Есенберлиннің көп томдығын жазу алу, ол кезде енді кәдімгідей подписка дейді, жазылу керек, сосын барып
облыстық кітап саудасы басқармасы арқылы келеді. Сырты мұқабалары күшті, әсемдеп өрнектелген, қатырма қағаз. Соларды алудың өзі қиын болатын. Мен сонда сол үшін қалалық атқару комитеті төрағасының орынбасарына барам, одан кейін не болмаса қалалық партия комитетінің жаңа идеология жөніндегі хатшысына барып жаздырып алған кездеріміз болды. Соны кейде бір кітапты жаздырып ала алмай, Ключевскийдің 7 томдығы тарихи дүниелер екен. Олар айтады, біз оны шеше алмаймыз, бұл сирек кездесетін кітап дейді. Мен сол үшін обком хатшысына идеология жөнінде барып, жалынып жалпайып, сол кітапты жаздырып алдым. Мен сонда ойлаймын, соншама кітапқа құштар болғанымыз соншалықты. Біз ойладық, енді сол кітаптардың қазір көбі керек болмай қалды, шын айтқан кезде. Бізге керек, бірақ анда басқа қазіргі жастар, өскелең ұрпақ ол кітаптарды оқымайды мысалы кезде. Оқыса жаңа Пушкинді оқуы мүмкін, Герценді оқуы мүмкін. Ал енді басқа шығармалардың көбі, мысалы көп үйлерде тұрады, қазір кітаптардың барлығын мен барып, бұрын кітаптар болушы еді, бірен-саран кітаптарды шығарып тастады да, қазір қабырғада, стенкада жай бір нелер жаңағы мүсіндер, андай-мындайлар тұрады бір. Ал мысалғанда мен Нұрғожа ағамыз бар, осы неде тұрды, Астанада тұрды. Бірнеше жыл бұрын қайтыс болып кетті. Біздің осы Қазақстан жазушылар одағының Целиноград облысаралық бөлімшесінің жауапты хатшысы болып бізді бәріміз тәрбиелеп өсірді. Сол кісімен бірге жұмыс істедік, бұл кісімен бізді қолдады, кітапты шығарып тың-тынысы деген ұжымдық жинақ шыққан, Марфуға әкеміздің өлеңдерін жариялады, басқа да адамдарға қолдау көрсетті. Сол кісімен әңгімелесіп отырсам, мен үйіне барамын, ылғи қабырғасы бір үй толған кітап. Сонда маған айтады, Есенгелді айналайын дейді, менің бар жиған тергенім, байлығым осы кітап дейді. Сондықтан да мен айтам, ол кісі кітап жинау болып өтті. Мысалы бұрынғы кісілер, үлкен кісілер солай кітап жинау, бір олардың мақсаты сол байлық сол болды. Ал қазір мәселе бірінші орынға не шығып кетті, байлық, жаңа ақша, қызмет бірінші орынға шығып кетті да. Ұлттық құндылықтар, жаңа кітапты әспеттеу кейінгі орынға. Сол кітапты әспеттеуді біз қайтадан жаңа кітап жинауды бірінші орынға шығаруымыз керек. Сол жаңа мен айтайын дегенім, сондағы Нұрғожа Оразовтың бүкіл жиған терген кітабын, ұлы Нұрай бар, Оразов қазір Иттер газетінде директор, бас редактор, сосын сол үйдегі жеңгеміз Айман апай қыздары бар, жиналып, осы ұлттық кітапханаға өткізді. Осында қазір бір бөлмеде тұр. Залы бар. Енді бұл да бір жақсы үрдіс, мен ойлаймын, жаңағы Үмітхан Дәуренбекқызының жазушыларға жаны ашып, жаңағы сол бұл да бір үлгі аларлық дүние. Осында мен айтайын деген осы сөз реті келіп тұр. Жалғыз Нұрғожа Оразовтың ғана емес, Әбіш Кекілбаевтың, сосын Мырзатай Жолдасбектің, Әкім Таразидің кітаптары бір бөлмеде жеке кәдімгідей Тұрсынбек Әкішев, бәрі де сол үлкен атақты кісілердің осында шығармалары тұр. Бұл жақсы үрдіс. Неге десеңіз, осында келген оқырмандар жаңағыдан біріншіден сол кісілердің шығармашылығымен танысады, екіншіден жаңа кітап жинау осылай ұрпаққа мұра болып қалады, рухани мұра. Сондықтан да ойлаймын, осы дәстүрді біз ары қарай жалғастыруымыз керек. Жаңа сіз айтып жатсыз, қайсысы артықшылығы деп. Мен өз басым айтар едім де, кәдімгі мынандай тасқа басылып шыққан кітаптан артық кітап жоқ мен үшін. Бәрекелді аға, қазіргі көркем әдебиет пен қоғамның арасында, мемлекет арасында байланысы қандай? Осы үрдіс қай бағытта келеді? Соған көңіліңіз тола ма? Енді көркем әдебиет пен қоғамның арасында, мемлекет арасында мен ойлаймын байланыс бар ғой деп. Біз енді бұны біз өз басымыз осы бұрында сезініп жүретінбіз, соңғы жылдар жақсы сезіне бастадық. Осы мәселені мысалғанда біз енді біздің елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев, қазақтың тұңғыш президенті, ол кісі шығармашылықпен қаншама кітаптар шыққан, ең бастысы ол кісі өлең жазады, ол кісі ақын жазушылардың жағдайын біледі. Содан кейін қазіргі біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев, ол кісі жазушының баласы. Біз мектепте оқып жүрген кезде Кемел Тоқаевтың шытырман оқиғалары жазылған шығармаларын, детективті
қызығы ғой, тарамаса ол кісінің кітаптарын неде кітапханада тұрмайтын, алып кетеміз, бірде қолдан қолға өтіп жүретін. Сонда бірден бір шытырман оқиғалар детективті тақырыпқа жазатын сол Кемел Тоқаев болатын. Енді сол кісінің ол кісі кейін еске алып әкесі туралы жазып жатыр, жақсы пікірлер. Енді ойлаймын, жазушының баласы болғаннан кейін осындай дәрежеге жетіп отырған шығар. Өзінің де кітаптары бар ғой. Кітаптары да, осында кітаптары да бар. Сол жазушының баласы болғаннан кейін ойлаймын, бір жағынан жазушыларға да оң көзқараспен қарап жатыр. Оның сөзінің дәлелі мысалған кезде былтыр 2019 жылы бір емес екі бірде үлкен форум өтті. Біріншісі сол өткен жылы 4 маусымда Еуразия астаналарының жазушылары, ақындар мен муфлистердің бірінші халықаралық форумы болды. Сол бұған әлемнің 20 елінен 25 қаламгер қатысты. Кең қауымды көлемде өтті. Үлкен жақсы пікірлер айтылды. Біздің астанамыздың әлемге танылуына бұрында танып келе жатқан, бұрынырақ жақынырақ танысып білуіне көмектесті. Неге десеңіз, біздің біз талай астаналарға барып жүрміз ғой, бірақ маған осы астанамыз, біздің қазіргі Нұр-Сұлтан қаласы өзіме ұнайды. Сарыарқаның дәл ортасында орналасқан, 90 жолдың торабында, оң жағынан бүкіл жан жағынан байланыс жақсы орнаған. Ең бастысы Сарыарқаның самал жері естіп тұрады. Бір тынысың ашылады, өзіңді бір еркін сезінесің. Сондықтан да ойлаймын, осындай жерде біз қазір Астана осыдан 10 жыл, 15 жыл бұрынғымен салыстырғанда әлдеқайда өзгеріп кетті. Оны өздеріңіз де байқап жүрсіздер ғой. Жақсы ғимараттар салынды, жақсы желікке малынған, көшеде келе жатқан мысалында гүзелдарды көңіліп, алқызыл неше түрлі түсті. Көңілің көтеріледі. Сондықтан да осындай Астана төрінде осындай үлкен жиын өтті. Одан кейін былтырғы жылы 4-5 қыркүйекте Экспо қалашығында Азия елдері жазушыларының бірінші форумы өтті. Енді 1973 жылы Қазақстан жазушылар одағының бірінші хатшысы Әнуар Әлімжановтың ұсынысымен, сосын ол кезде Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Мұхаммед Ахметұлы Қонаев болатын. Сол кісінің қолдауымен Азия, Африка елдері жазушыларының конференциясы өтті. Міне сол кезде біздің Қазақстанның туралы Қазақстанның мәртебесі, беделі көтеріліп, біраз дүниежүзінде үлкен әңгіме болған болатын. Содан кейін саясып қалған секілді, енді сол үрдіс мысалған кезде 50 жылдан кейін Қазақстан жазушылар одағының төрағасы, қазақтың ақиық ақыны, өзіміздің жақсы көретін ағамыз Ұлықбек Есдәулеттің бастамасымен және біздің мәдени және спорт министрі Ақтоты Райымқұлованың қолдауымен, президенттің, елбасының қолдауымен осындай үлкен бір жиын өтті. Сонда бұл Азия елдерінің жазушылары келіп, біз біраз адамдармен таныстық, ой бөлістік, жақсы пікірлер айтылды. Қазір кейбіреулерінің шығармалары мысалған кезде шетелде шығайын деп жатыр. Алдында рухани жаңғыру бағдарламасына байланысты біздің Қазақстандағы 30 ақын жазушының шығармалары ағылшын, неміс, басқа да тілдерде шықты. Бұл үрдіс ары қарай жалғаса береді ғой деп ойлаймын. Енді қалған жазушылардың да шығармалары шығуға тиісті. Осындай үрдісті бар. Мен ойлаймын, бұл да мемлекеттің қолдауы мысалған кезде. Егер мысалғанда көркем әдебиетті, ақын жазушыларды қолдаса, бұл мемлекет алысқа барады ғой деп. Неге кезінде біздің қазақтың кемеңгер академик жазушысы Ғабит Мүсірепов айтқан болатын: әдебиет пен өнер ұлы болмаған жерде ұлы бола алмайды. Бұл керемет, жақсы сөз айтылған сөз. Сондықтан осы қағидалы сөзді біздің мемлекет басшылары осылай алып, қолға алып, осылай жалғастырып жатқаны бізді қуантады. Енді өзіңіз тағы осы жөнінде айтайын деген біздің президентіміздің жақсы жағын айтқым келеді. Сол былтыр
қазір сол кезде енді Аида Балаева болды, президенттің көмекшісі. Сол кісінің президенттің тапсырмасына сәйкес Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының төрағасына шетелдің керемет қымбат көлігін, 2 көлігін Қазақстан Жазушылар одағына сыйға тартты, лентамен алып барып, сол да мен шын айтқан кезде мен соған тебіреніп кеттім да. Біздің мемлекет басшыларының Қазақстан Жазушылар одағына бет бұрып, осылай қамқорлық жасап жатқаны. Енді биыл мысалында қазір сол мемлекет тарапынан көңіл бөлініп, Қазақстан Жазушылар одағының ішіне ғимаратына недегі Алматыдағы күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Енді бұл да бір жақсы үрдіс мысалған кезде. Енді сол Астанада мысалған кезде жаңағы біз айтып жатырмыз, қоғам мен ненің арасындағы әдебиеттің арасында, мемлекет арасындағы байланыс қандай, көңіліңіз толады? Мен әрине көңілім осы толады. Былтыр мысалған кезде Абай мен Сембин көшелерінің қиылысында қаламгерлері аллеясы ашылды. Одан кейін қазақтың үш алыбы туғандарына 25 жыл толған Сәкен Сейфуллин, Бейімбет Майлин, Ілияс Жансүгіровке ескерткіш қойылды. Бұл да бір жақсы үрдіс, бұл да бір қала басшыларының, жаңағы мемлекет басшыларының осы жазушыларға деген бір қамқорлығын бір жақсы нышаны ғой деп ойлаймын. Бірақ әрине бұдан да ары қарай осылай жақсы үрдіс жалғаса берсе екен деген тілегім бар. Бәрекелді аға, рахмет. Енді қазіргі кезде шынымен де мемлекет жазушыларға, ақын жазушы, зиялы қауым өкілдеріне қолдауды күшейтіп келе жатыр. Жалпы аға, осы зиялы қауым, зиялы деген кім? Жалпы қазіргі қаламгерлеріміз қандай болу керек? Сіздің көзқарасыңызбен. Енді зиялы деген сөздің мағынасы кең. Ол зиялы деген білімді, парасатты, сосын ең бастысы өзінің ұлтына жаны ашитын, ұлттық мүддені көздейтін адам болу керек деп санаймын. Ол қай жерде жүрсе де, қай қызметте болса да, ұлттың мүддесін, өзінің ана тілін, жағдайын, халқының жағдайын ұмытпау керек, естен шығармау керек ол. Сондықтан да ол зиялы болып алды. Кейбіреулер кезінде айтылған осы зиялы қауым не дегенде біраз әңгімелер болған, кейбіреулерді дау-дамай болған кездерде болды. Зиялы қауым зиянды қауымға айналмасын дегенде. Енді ол ешқашан олай болмайды ғой деп ойлаймын. Зиялы деген сөз сол кезінде осы сол ерте кезден басталған, соны 20 ғасырдың басынан соны Ахаң мен Жаһан бар, Әлихан бар. Сол кезден бастап зиялы деген сөз қолданыла бастады. Осы бұрында айтылған болу керек, қазір де жалғасып келе жатыр. Сол кісілер, бізді ойлаймын, сол кісілер керемет зиялы кісілер болған. Өзі қазақтың тілі үшін, өзінің тәуелсіз ел болу үшін өмірін ақырына дейін қызмет етті, сол үшін құрбан болды. Енді қазіргі кезде зиялы қауым жоқ деп айта алмаймыз, бар. Олар елге жаны ашиды. Мысалы, мен ақын жазушылардың бәрін мен анау ет, мынау ет деп айтқым келмейді. Неге десеңіз, біз бәріміз бір мақсатта жұмыс істеп жатырмыз. Біздің мақсатымыз не? Біздің бүкіл елдің мақсаты, халқымыздың мақсаты, соның ішінде ақын жазушылардың. Осы біздің еліміз тыныш болсын, жұрт аман болсын, бірлік болсын деп ойлаймыз. Сол бағытта жұмыс істеп жатыр. Енді қазақ қаламгерлерінде бар, бұрынғыдай болмағанмен өздерінің шығармаларын жазып жатыр. Ең бастысы қаламгердің қолына не келеді мысалған кезде? Ол көшеге жоққа шығып алып, айғайлап, мысалған ұран тастап, халықты не болмаса жаңа митингге шақыру, не болмаса бір берекесіздікке ұйытқы болуға тиісті емес. Қайта елді өзінің жалынды сөздерімен жігерлендіріп, елді жақсылыққа бастап, елді үйітіп, біздің қоғамымыздың ілгері дамуына себепкер болу керек. Қазіргі қаламгерлер мысалған кезде мен ойлаймын, айтуын айтып жатады, оған ренжуге де болмайды. Мысалы, біздің беткісі ақиық ақынымыз Мұхтар Шахановты айтуға болады. Мысалған кезде кейде ашынып бір ауыз сөздерді айтып қалады. Оған кейбір біздің басшыларымыз ренжиді, бірақ оған ренжуге болмайды.
ол ешқандай халыққа зиян келтіреді, ашынады, айтады, айту міндет қой енді. Не болмайтын болса, Дулат Исабеков ағамызды айтады мысалған кезде. Ана жолы мен неден ол кісінің әлеуметтік желіден бір несін оқып, ойлы мақаласын оқып, мен біраз риза болдым. Ол кісі не дейді, дүрліккен дүние, сосын бейқам Қазақстан деген бір мақаласын оқыдым. Жалпы аға, мынау бүгінгі қаламгерлердің жағдайы қалай деп ойлайсыз? Бұл жерде мен енді ақын жазушылардың тұрмыстық және шығармашылық жағдайлар туралы айтып отырмын. Олардың жағдайларын қалай жақсартуға болады? Енді бүгінгі қаламгерлердің жағдайы, шын айтқан кезде, қалай деп айтуға болады? Әлде де ойлаймын, шығарма жағдайлары орташа ғой деп. Керемет, бәрі жақсы деп айтуға болмайды. Мысалы, жазушылардың жағдайын жақсарту үшін ең алдымен олардың жұмысқа орналасу мысалында. Жазушылардың көбі өкінішке орай жұмыссыз жүр. Әсіресе ересек жасқа жеткен кезде мысалында жұмыссыз қалады. Кезінде Совет үкіметі кезінде онда шығармашылық жұмыс деген болады. Шығармашылық жұмыста онда сен жұмыста жүресің, кітап жазасың, бір жылда кітап жазсаң, кітап шықса, оған кезінде бір машина алуға болады. Ал қазір ондай жағдай болмай қалды. Кітап шығару оңай емес, шығады, бірақ дегенмен де шығып жатыр. Ал енді оның қаламақысы әлі де көншітпейді. Мысалған кезде кезінде мысалында осы Қазақстан жазушылар одағының төрағасының бұрынғы басқарма төрағасы ақын Оразалин сенатта депутат болған кезде бұл мәселені бірнеше рет көтерген болатын. Басқа да кісілер көтерген, соның әсерінен болу керек. Қазір енді кітап шыққанда қаламақы беріп жатыр, бірақ ол қаламақы әлде де көншітпейді. Оны кішкене көтеру керек қой деп ойлаймын. Көз майын тауысып бәлен жыл бойы жазған еңбегіне болар болмас бір азынаулақ ақша алады. Ол жетпейді. Мысалған кезде Марфуғаның Тобылғы түн деген кітап шықты, 20 баспа табақ. Оған мысалғанда бар болғаны қателеспен бір 150 мың теңге деген ақша. Енді ол ақша мысалғанда ол жетпейді ғой, 20 баспа табаққа ондай ақшаны қалай аз ол. Оны біз 40 мың теңгесіне жаңағы мен гонорардың есебінен біз кітап сатып алдық, сол жаңағы Тобылғы түнін өзіміз достарымызға, туыстарға сыйлау үшін. Сонда 110 мың теңге деймін, оны қолына тиген. Сондықтан да қаламақы жағын ойластырған дұрыс секілді, жағдайларын дұрыстау керек, жұмысқа орналастыру керек. Кезінде біздің қазақтың танымал жазушысы Әлихан Нұршайықов Нұр Отан партиясында бір кеңейтілген мәжілісінде сөз сөйлеп, осы жазушылардың жағдайы туралы айтқан болатын. Жаңа оларға тұрғын үй беру, олардың жағдайларын жасау, жұмысқа орналастыру, сосын жаңа газет журналдарға шыққанда материалдарына, өлеңдеріне қаламақы төлеу, жаңағы кітап шыққанда кітаптың қаламақысын өсіріп беру. Мысалғанда кезінде бір машина алып отырған адамдар қазір болар болмас алады, жазушылардың қай жыртығын жамайды. Сондықтан да бұл мемлекеттік тұрғыдан қарау керек секілді. Сосын бар оларға тұрғын үй жағынан көмектесу беру керек дейсіз. Мынау кеңес кезінде, мысалы кеңес заманында жазушылар белгілі бір идеологияны насихаттау бағытында өз міндетін атқарды көбінде. Ал тәуелсіздіктен кейін біздің жазушылар өз миссиясын атқара алды ма? Енді мен өзім шын айтсам бар ғой, мен ақын жазушыларды бар ғой. Мен өзімді ақын жазушымын, мен аяймын, шын айтсам бар ғой. Неге десеңіз, ол кісілер жаңа айтып жатырмын, олардың жанкешті еңбегімен шығармалар жазады, кеңес кезінде жаңа идеологиялық насихаттауда олар өздерінің міндетін атқарды әрине. Оған тиісінше партия тарапынан тиісінше жаңа қамқорлық жасалды. Ол кезде жазушыдан бай адам болмайтын, мысалы бір кітап шықса бір шалабайық болатын, жаңа есін жиып алатын. Ал енді мен жаңа сөздің басында айтып кеттім, енді жазушылар соған қарамастан, кездескен қиындықтарға қарамастан
олар өзінің миссиясын атқарып жүр, әлде де атқара береді. Мен ойлаймын, мысалы жазушылар тәуелсіздік кезінде тәуелсіздікті алу үшін жанын салып күресті, қаншама шығармалар жазды, жиналыстарда сөз сөйледі, жалынды сөздер сөйледі, осы тәуелсіздік алу үшін күресті. Біздің ата бабаларымыз ғасырлар бойы аңсаған арманын жүзеге асыруының осы тәуелсіздіктің келуіне осы біздің бұрынғы ақын жазушыларымыздың да қазір ақын жазушыларымыздың еңбегі зор. Қазір де олар, мен өзім ойлаймын, миссиясын толық атқарып, бәрін өздеріне жүктелген міндетті атқарып бітірді деп ойлаймын. Ол миссия ол жалғаса береді. Ақын жазушыларға жүктелетін жауапкершілік үлкен. Неге десеңіз, біз дәрігерлерді мысалғанда адам ағзасының инженері, адам тәнінің инженері деп айтамыз ғой. Ал мысалғанда кезінде жазушыларды біз адам жанының инженері деп айтатынбыз. Сол ойлаймын, сол тәмсіл әлде де өзінің құнын жойған жоқ. Жазушылардың мысалған кезде жаңағы тәуелсіздік алуға, одан кейін қазақ тілінің мемлекеттік мәртебе алуына, одан кейін жаңағы осы ұлттық құндылықтарын дәріптеуге атқарып отырған ықпалы, атқарып отырған қызметі, мен ойлаймын, зор. Бұл шығарманы жазу, мысалғанда бір қарағанда кітап шығару оңай секілді. Мен айтар едім, бұл ең азап, инемен құдық қазғандай бір сөзді мысалғанда жазып, оның бәрін кірпішін қалап, үй салғанмен бір зәулім үйді, мысалған зәулім үйді бірнеше құрылысшы үлкен техникамен салады. Ол жалғыз өзі бір кітап жазып шығады. Мен кезінде маған Әбдіжәміл Нұрпейіспен кездестім. Біз қазақтың атақты, біздің қазір 95 жастан асып кетті. Осыге Қазақстанның еңбек атағын берді. Мен ойлаймын, дұрыс берді деп. Сол кісінің шығармаларын оқып отырдым. Сөздері қандай, бір қазақтың телегей теңіз бір бай сөзі. Біз жазушылар сол кісілерден біз үлгі алуымыз керек. Біз қазір жазып жүрміз ғой. Біздің сөздеріміз әлде де болса жетіспей жатқан секілді. Сол біздің кезінде Мұхтар Әуезовтің Абай жолы кітабын оқып, эпопеясын оқыңыз. Сонда қазақтың бүкіл сөзі сонда жүр. Жаңағы соңғы парыз, жаңағы қан мен тер романында, трилогиясында бүкіл қазақтың байлығы, сөзі бәрі сол Әбдіжәміл Нұрпейістің кітап шығармаларында жүр. Біз солардан үлгі алуымыз керек. Қазір жазушылар мысалғанда біз сөздерді қолданып жүрміз. Мен қазір бәрін мен айтпаймын, мысалғанда сондай не қылып. Бірақ біз әлде де сөз байлығын көбейте түсуіміз керек. Әлде де қазақ жазушыларына жүктелетін жаңағы міндет үлкен. Біз елде не болып жатса, не оқиға болып жатса, неше түрлі оқиғалар болып жатса, ол кісілер ақын жазушылардың аузына қарайды. Мына кісілер не деп айтады екен, не деп сөз айтады екен, бізден бір жөн сөз күтеді, әділ сөз күтеді. Біз сол тұрғыда қарағанда, біз сол халықтың көңілін шыға білуіміз керек. Ол әлі де біз ойлаймын, біз толық атқарған жоқпыз. Бізге ақын жазушыларға жүктелетін жауапкершілік, жаңа миссия деп айтып жатсыз. Ол жалғаса береді. Ол қазақ қанша өмір сүреді, сол жауапкершілік ақын жазушылардың мойнында. Бәрекелді аға, рахмет. Ал енді өзіңіздің шығармашылығыңызға оралсақ, мынау карантин кезіндегі осы уақытты пайдалана алдыңыз ба? Шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар болып жатыр? Енді біз ақын жазушылар, көп ақын жазушыларымыз карантин кезінде бір кітап жазып тастады, бір поэма жазып тастағандар бар. Ғалымдарымыз ғылыммен айналысып кетті мысалы. Енді мен олай сіздерге мен енді былай сонша былай қалай деп айтуға болады, мен бәрін тастай қылдым, бәрін қатырдым деп айта алмаймын. Бірақ мен ақын жазушылардың болсын, ғалым адамдар болсын, олар өмір бақи жазумен тірнектеп өзің жазған, жиған бәрін халыққа ұсынып жатады ғой. Олар қолымнан ешқашан қаламды тастаған жоқ. Мен де ойлаймын, қолымнан қаламды тастамаймын. Шамам жеткенше жазып жатырмын мен. Қаншама өлеңдер жаздым. Әлде де жазам. Мен әлі шығармашылық жоспарларым, ойларым көп. Мысалғанда біраз өлеңдер жазып тастадым, топтама өлеңдерім бар. Соларды газет журналдарға ұсынсам ба деген ойым бар. Оның кейбір осы жаңағы топтама өлеңдерім әдебиет порталында осыдан бір айдай бұрын жарық көрді. Содан кейін біз енді осы карантин бітсе, алла жазса, бір-бірімізбен араласып, халықтың арасына елге шығып, кездесулер өткізіп, осы Астананың төрінде болсын, өзіміздің шығармашылығымызды ортаға саламыз. Шығармашылық жоспар болғанда, шығармашылық жоспар көп.
ананы жазам, мынаны жазам деп мен қазір сіздерге дәл жария еткім келмейді, бірақ ойларымда біраз дүниелер бар. Мысалға онда қазақтың тұңғыш дәрігері Мұхамеджан Қарабаев туралы мен егемен Қазақстанда осы ақпан айында көлемді материалым шықты. Сол кісі туралы зерттеп бір әңгіме бола ма, бір көркем дүние жазғым келіп жүр. Ол кісінің мүрдесі Қостанай облысының Меңдіқара ауданында жанында Беденка деген жерде жерленген зиратын баяғыда іздеп барып тауып алғанбыз. Сол кісінің халыққа сіңірген еңбегі зор, біз соны әлі дұрыс бағалай алмай келеміз. Соның архив материалын іздестіріп Орынборға, тіпті қажет осы Якутияда да жұмыс істепті, алапес ауру кезінде патша үкіметі сонда жіберді. Сол жаққа барып сапар шегіп бір көркем дүние жасасам ба деген ойым. Бәрекелді аға, мынау биылғы жылдан кейін дәрігерлер туралы, олардың еңбектері туралы, қадір қасиеті туралы жазушыларымыз көп жазса жақсы болады деп ойлаймын. Енді мен мынау әңгімемізде біраз жерге барған екен аға. Осы әңгімеміздің сірге жияры ретінде бір тамаша өлеңіңізбен аяқтасақ. Енді мен мана осы карантин кезіне қарамай, мен қазір біздің елімізде бұл жыл өмірде болмаған жағдай болып жатыр да, мына бір не алғанда тәжвирус дейді, коронавирус деп айтып жатырмыз. Осы ауру тұтқиылдан келіп біздің еліміздің біраз еңсесін түсіріп жіберді. Қаншама елге белгілі азаматтарымыздан, ақын жазушыларымыздан айырылып қалдық. Енді жатқан жер торқа болсын. Енді мен өзім ойлаймын, бұндай жағдай ешқашан қайталанбас екен, еліміз аман болса екен деп ойлаймын. Ең бастысы осы кең ауқымды алып жатқан жерді біз халықпен толтыруымыз керек. Кезінде Әбіш Кекілбаев ағамыз әңгімелескенде айтып жататын, жеріміз кең, халқымыз аз, бұны қалай толтырамыз деп. Сондықтан да біз әрбір адам бізге қымбат. Ол қай ұлт болсын, орыс бола ма, қазақ бола ма, осы жерде мекендеген адамдардың барлығы да ойлаймын аман болса екен, біздің қатарымызды көбейтіп, алдағы уақытта да еліміздің беделі әлем алдында аса берсін, біз сақтанып осы карантинді аман сау бітірсек екен деп ойлаймын. Ары қарай осы өмір жалғаса береді, бұнымен өмір бітпейді ғой. Сондықтан да мен айтайын дегенім, халқымызға мен айтатын едім, түн артынан күн келеді, күн шығады, күн сәулесі тарайды, адамның бойына ары қарай прогресс болу керек, ілгері жылжу керек. Біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Осыған сабырлық сақтап, аз ғана уақыт қалды. Сол осы карантинді бітіріп, өзіміздің жұмысымызға кірісіп, біздің Қазақстанның гүлденуіне атсалыса берейік. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Баршаңызға мен жақсылық тілеймін, денсаулық тілеймін. Ең бастысы біздің алтын бесігіміз Қазақстан аман болсын. Мынау сөзімнің басында айтып кеттім. Осы ұлттық академиялық кітапханаға оның басшысы Дәуренбекқызына мен алғыс айтқым келеді. Осылай қиын жағдайға қарамастан, осыншама қыруар жұмыс істеп жатқан, карантин кезіне байланысты, карантинге қарамастан бүкіл ұжымды жұмылдырып, қаншама бетке ұстайтын ақын жазушылар, елге белгілі танымал адамдар, онлайн сұхбаттар ұйымдастырылды. Елге жігер беріп, ойларын бөлісіп демеп жатыр. Осының бәріне мен сіздерге алғыс айтқым келеді. Енді кітаппен бастадық, сол кітап туралы өлеңмен аяқтағым келеді. Бәрекелді. Бұл қызық әлем деп аталады. Кітап оқып отырамын бас алмай, кей тұстарда тамақ ішпей ас алмай, ғашықтардың аңсап күткен сәттерін мүмкін емес оқу кейде жасалмай, аянышты беттерінде аша алмай, оқиғаның желісінен қаша алмай, отырамын кейіпкерлермен сырласып, әсерімді әсем алған баса алмай, қызық әлем мен әкетер жетелеп, таңнан тұрам айтса дағы ерте деп, кітаптағы бір кейіпкер енсүйге, бір бойжеткен сылаңдайды еркелеп. Ажырамас өмірімнің бөлшегі, кемеңгерлік даналықтың өлшемі, жан дүниең кенеледі байлыққа, уа досым, кітап оқып көршеңді. Бәрекелді аға, мынау алтын уақытыңызды қиып, алтын басыңызды иіп, бізге келіп сұхбат беруге, онлайн кездесу жасауға келіскеніңізге көптен көп рахмет. Қадірлі әлеуметтік желінің ар жағынан бізді тамашалап отырған достар, осымен бүгінгі онлайн әңгімеміз аяқталды. Баршаңызға уақыттарыңызды бөліп, бізді
көргендеріңізге, бүгінгі рухани әңгімені тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.